Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жырдың көркемдік ерекшелігі, Шортанбай мен Мұрат жырларының үндестігі. Оқу мақсаты: шығармадағы көркемдегіш құралдардың символ, синекдоха, қайталау түрлері, эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ қолданысын талдау, шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу. Балалар, зар заманның белгілері қандай? Салықтың көбеюі, сананың өзгеруі, патшаның озбырлығы, ниеттің бұзылуы бұл зар заманның басты белгілері болып танылады. Біз оны Шортанбай Қанайұлының өлеңінен танысып отырмыз. Әдебиет теориясы. Көркемдегіш тәсіл түрлері: ассонанс, өлең сөзде дауысты дыбыстардың үндесе қайталануы, аллитерация, дауыссыз дыбыстардың қайталануы арқылы әдеби тілді ажарлап, сөздің реңін келтіре түсетін көркемдік тәсіл. Метафора, құбылыстар мен заттардың ұқсастық белгілері негізінде астарлы мағынада қолданылуы. Риторикалық сұрау, шешендік тәсілге жататын айшықты сөз тіркесі. Ойды, сезімді әсерлі ету үшін жауабы өзінен өзі айқын нәрсені әсерлі леппен сұрау түрінде айту. Бұл күмәндану, шүбә келтіру, мүмкін емес деген айрықша сенімділікті білдіреді. Эпитет, заттың яки құбылыстың ерекшелігін, сыр сипатын бейнелі түрде танытатын поэтикалық және стилистикалық ұғым. Экспрессивті, айқындаушы сөз. Яғни балалар жаңа әдебиет теориясымен танысып, ақын өлеңінен осы көркемдегіш тәсілдерге мысал келтіреміз. Енді әрі қарай Шортанбай Қанайұлы мен Мұрат Мөңкеұлының өлеңдерін, шығармашылығын салыстырып көрейік. Себебі бұл кісілер бір дәуірде, бір тақырыпта жырлаған ақындар. Бұған дейінгі сабақта біз зар заман кезеңі, ол Шортанбай Қанайұлының бір өлеңінің аты. Бірақ сол дәуірде өмір сүрген ақындардың барлығы осы тақырыпта жырлаған деп айтқан ғалымдардың пікірімен танысқан едік. Ендеше зар заман өлеңінде Шортанбай Қанайұлы мына заман қай заман, азулыға бар заман, азусызға тар заман десе, Мұрат Мөңкеұлы заманнан заман оралған, дүние шіркін соналған, адыра қалғыр бұл қоныс, қайырсыз екен озалдан деп жырлайды. Енді осы екі өлеңнің айырмашылығын, ерекшелігін табамыз. Ары қарай авторға сұрақ әдісі бойынша 3 топқа бөлініп, қазір тарихшылар, тілшілер, оқушылар болып, Шортанбай Қанайұлына сұрақ қоямыз. Біздің сұрағымыздың мазмұны өлеңнің мазмұнынан ажырамау керек. Енді балалар, тағы бір тапсырма орындайық. Біз өткен сабақтарда зар заман деп 19 ғасырдың бірінші жартысын атаған болатындығымыз, тар заман деп 20 ғасырдың бірінші жартысы, және сіздердің атауларыңыз бойынша қазіргі 21 ғасырдың бірінші жартысы нұр заман деп атадық. Бұның өзіндік себептері бар. Зар заман, яғни ол заманда Шортанбай Қанайұлы, Дулат Бабатайұлы, Мұрат Мөңкеұлы сияқты тұлғалар өмір сүріп, сол замандағы қиындықтарды, сол замандағы проблемалық мәселелерді өздерінің жырына қосқан болатындығын, олар зар заман деп зар жылады. Неге? Өйткені біз ата қоныс жерімізден айырыла бастадық. Ол жерімізді Ресей отаршылдары еркімізден тыс алған болатындығымыз. Яғни ұлтарақтай болса да, ата қоныс жер қымбат деп біздің ата-бабамыз текке айтпаған. Сондай керемет адамға да, малға да шұрайлы жерімізден айырыла бастағанда, ақындарымыз халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтап, шырылдап, осындай өлеңдер
жазған болатындығын өз шығармаларына арқау еткен еді. Міне сол заманның жаңағы ерекшеліктермен артықшылықтары болса, кемшіліктері болса жазамыз. Енді тар заман кезеңі деп өткен сабақта мен айтып өттім. Ол 21 ғасырдың басы, кеңес үкіметінің орнаған кезі, біздің ұлт зиялылары, біздің алғашқы интеллигенцияларымыз, бірінші толқын біздің зияткер ұлдарымыздың сол замандағы Әлихан Бөкейхан бастаған, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов қостаған Алашорда үкіметінің құрылуы, бұл бір еліміздің тарихындағы аса бір қасіретпен еске алатын жылдар еді. Өйткені біздің зиялыларымыз қуғындалып, өмірлері тозаққа айналып, өз ажалдарымен емес, адамның, кісінің жасаған зорлығынан, қорлығынан өмірмен қоштасқан болатындығын, міне тар заман деп сол кезді біз солай атадық, және бұл туралы, Алаш арыстары туралы осындай атпен аталатын фильм бар. Енді сіздер 21 ғасырда өздеріңіз сабақ барысында нұр заман деп атадыңыздар. Себебі балалар, 20 ғасырдың аяғында біз тәуелсіздігімізді алдық. Яғни Аллаға шүкір дейміз. Біз қазір жақсы заманда өмір сүріп жатырмыз. Бірақ дегенмен де әр заманның өзінің артықшылығы, кемшілігі, ерекшелігі болады. Ендеше осы үш кезеңді салыстырайық. Қазір біз әрине 21 ғасырдың 20 жылында өмір сүріп жатырмыз. Ал жалпылама мен бірінші жартысы деп алдым. Бірінші жартысы, яғни біз ширек ғасырға тақап қалдық. Сондықтан осы үш кезеңді салыстыра отырып, өз ой пікірлеріңізді жазыңыздар. Енді балалар, жазылымға назар аударайық. Фантастикалық саяхат әдісі бойынша 19 ғасырға саяхат жасайық. Егер сендер сол заманда қолдарыңда билік күші бар адам болсаңдар, не істер едіңдер? Өлең мазмұнын негізге ала отырып, өз жоспарымызды жазайық. Сол заманның адамы ретінде өз заманымызға баға беріп, шағын сыни шолу жазайық. Не балалар, сабағымыз соңына жетті. Енді өз пікірімізді, сабақтан алған әсерімізді смайликтер бойынша қорытындылаймыз. Пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар.